Жетінші бөлім. Су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы сан есім. Оқу мақсаты: мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігін, мөлшерін сақтап, көлбеу, үзбей және біркелкі көркем жазу. Сөйлемнен сан есімді табу. Балалар, есімізге түсірейік. Сан есім дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден тұрады. Күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады. Балалар, оқулықтағы 26-шы тапсырмаға назар аударыңдар. Ертегі: түйе мен түлкі. Түлкі тоғайда түйені көреді. Денесі ойқы-шойқы, олпы-солпы екен. Осыдан бірдеңе түсіп қалар деп, алыстан аңдып жүреді. Бір күні түйе өзеннің арғы жағына өтеді. Оны бақылап тұрған түлкі: «Уа, түйе, су терең бе екен?» деп сұрайды. «Терең емес, дзеден ғана келеді», дейді түйе. «Дзеден ғана болса таяз екен» деп, түлкі түйе жаққа өтпек болады. Суға түседі де, арғы жағаға бет алады. Өзеннің ортасына да жетпей, бір батып, бір шығып, қақалып, шашалып, суға тұншыққан түлкі түйеге айғай салады. «Дзеден дегенің кәне? Мен батып барам ғой». Сенің дзең мен менің дзем бірдей ме? Әлін білмеген әлек деген осы, дейді түйе. Шындығын айтқан қайсысы? Түйе ме, түлкі ме? Қалай ойлайсыңдар? Дәлелдеп көр. Балалар, ертегідегі таяз сөзінің мағынасын білесіңдер ме? Таяз терең емес деген мағынаны білдіреді. Суретке назар аударыңдаршы. Түлкі жайлы тағы да қандай ертегі білесіңдер? Жарайсыңдар балалар. Түлкі мен тырна, түлкі мен тиын, түлкі мен қарға. 27-ші тапсырма. Жазылым. Мәтінді көркем жаз. Сан есімдерді тауып, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Оқулықтағы 28-ші тапсырмаға назар аудар. Жағдаятты оқып, сұрақтарға жауап бер. Ойлан, балалардың әрекеті қандай болмақ? Бұлақ көзінің бітеп қалуына кімдер кінәлі деп ойлайсыңдар? Үлгі дәптермен жұмыс. Жазылым. Балалар, берілген сөздерді сәйкестендіріп көріңдер. Кім жылдам? Байқайықшы. Сандарға қатысты 6 сөзді табыңдар. Жауапты тексерейік. 10, 5, 2, 3, 4, 1. Жарайсыңдар балалар. Сан есім. Сан есімдер
Заттың санын анықтау дәрежесіне қарай мағыналық жағынан 6 түрге бөлінеді. Есептік, реттік сан есім, бөлшектік сан есімдер, жинақтық сан есім, топтау сан есім, болжалдық сан есімдер. Есептік сан есім заттың нақты дәл санын білдіреді. Болжалдық сан есім заттың санын дәл көрсетпей, болжалдап білдіреді. Бөлшектік сан есім математикалық ұғымына негізделген сөздер. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын білдіреді. Топтау сан есім мөлшерін топтап көрсететін сан есімдер. Реттік сан есім заттардың сандық ретін білдіреді. Есептік сан есім заттың нақты дәл санын білдіреді. Сұрағы қанша, неше. Есептік сан есім түбір сан мен есімнің өзінен болады. Мысалы, 5, 12, 24. Қарашы, мына алма ағашы гүл шоғы сияқты. Ой, керемет-ай! Алатаудың баурайы алмасымен бай ғой. Мынаны қара, тіпті бақша күтуші ағай алмаларды жинап қойыпты. Есіме түсті. Ертең қала күні. Алаңда алма көрмесі өтеді. Соған жинаған ғой. Ертең қала күні өткізілетін алаңға барайық. Жақсы. Ой, алмалардан не жасап қойғанын қара. Вау, керемет! Құс жасап қойыпты ғой. Қарашы, қанаттарын қызыл алмадан, ал тұмсығын жасыл алмадан жасапты. Осыны жасауға қанша алма кетті екен? Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Есептік сан есімді қайталайтын болдық. Неге олай дейсің? Есептік сан есімнің қатысы қанша? Өзің ғой қанша, неше деп ылғи сан есімнің сұрақтарын қойып тұрған. Сенің не айтпағыңды енді түсіндім. Мен санай бастағанға сен есептік сан есімді есіңе түсірген екенсің ғой. Олай болса, қайталайық. Менің қолымда 1, 2, 3 алма тұр. Бұл есептік сан есімнің дара түрі болады. Құстың бір қанатында 57-ден астам алма санадым. 57 күрделі есептік сан есім. Есептік сан есімдер құрамына қарай дара, күрделі болып бөлінеді, және сан есімнің басқа түрлерін жасауға негіз болады. Дара есептік сан есімдерге 1-ден 10-ға дейінгі сандар, содан соң 100, 1000 сандары жатады. Сара, сен есептік сан есімді өткелі көп болса да ұмытпапсың. Біз жуықта ғана өттік. Бір рет тиянақты ұғып алсаң, оны ұмытпайсың. Есептік сан есім дегеніміз заттың нақты дәл санын білдіреді. Сұрағы қанша, неше. Есептік сан есім түбір сан есімнің өзінен болады. Жарайсың, Айдын. Алма. Үй тапсырмасы 29-шы жаттығу. Өлеңді көшіріп жазып, жауабын тап. Бүгінгі сабақ бойынша өз біліміңді бағалап көр.